Good day, guys. How are you? I'm okay, guys. Құрметті достар, қалдарыңыз қалай? 5-ші сыныптағы жетістіктеріңіз қалай болып жатыр? Егерде алдағы уақытта ағылшын тілі пәнінен жақсы жетістіктерге жетіп, біліміңізді толықтырғыңыз келсе, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен workbook'тың 13-ші бетіндегі 5-ші, 6-ші, 7-ші және 8-ші тапсырмаларды талқылайтын боламыз. 5-ші тапсырманың берілгенінде correct the sentences, яғни сөйлемдерді түзетіңіз деп жазылған. Аталған тапсырманың бірінші тапсырмасы орындалғандықтан біз екінші тапсырмасынан бастап талқылайық. Екінші сурет бойынша she's plump, ол толық. Біз өткенде no she isn't, she's thin немесе slim деп келтірсек болады. Жоқ, ол арық. Thin мен slim деген сөздер бізде синоним болып табылады. Үшіншісінде the children are tall, балалар ұзын бойлы. No they aren't, they are short. Жоқ, олар қысқа бойлы. Төртінші сурет бойынша he's thin, ол арық. Біз жауап бергенде no, he isn't, he's thick немесе fat деп жазсақ болады. Жоқ, ол толық. Thick пен fat сөздері бізде синоним болып табылады. Бесінші сурет бойынша they are young, олар жас. No, they aren't, they are old. Жоқ, олар кәрі. Және соңғы 6-шы сурет бойынша her hair is short, оның шашы қысқа. No, it isn't, her hair is long. Жоқ, оның шашы ұзын деп түзетеміз. Сонымен достар, 6-шы тапсырмаға көшейік. Берілген тапсырмада look at the pictures and complete the sentences. Суреттерге қарап, сөйлемдерді толықтырыңыз деп берілген. Сөйлемде Prince Charming is young with short fair hair. Бұл жерде Prince Charming дегеніміз ағылшын тіліне аударғанда прелестный, иә? Бірақ біз кейіпкердің аты болғанда Charming деп қалдырамыз. Яғни Charming ханзада қысқа ақшыл шашты жас ханзада. Екінші сөйлемде Princess Fiona is short and plump with red hair. Fiona ханшайым қызыл шашты, аласа және толық. Mary has got a long beard and a mustache. Мерлиннің сақал мұрты ұзын. Rapunzel is tall and thin with long fair hair. Рапунзель бойшаң, арық және ұзын сарғыш шашты. Фея дегеніміз ақшыл сарғыш шаш деген сөз, светлый волосы. Және соңғы сөйлемде Shrek is big and fat with a big nose and a big mouth. Шрек үлкен және толық, үлкен ауызды және үлкен мұрынды. Сипаттауға арналған сын есімдерді антонимдерімен және синонимдерімен қоса жаттап алыңыздар. 7-ші тапсырмаға көшейік. Choose the correct word to complete the sentences. Сөйлемді толықтыру үшін дұрысты сөзді таңдаңыз. Сөйлемде Is Tony Stark a computer engineer, secretary? Әлбетте engineer деген сөзді аламыз. Тони Старк компьютер инженері ме? My cat Fluffy is thin, plump because he eats a lot. Менің мысығым толық деп айтуымыз керек, plump. Өйткені ол көп тамақ жейді. Менің мысығым Fluffy толық, өйткені ол көп тамақ жейді. Үшінші сөйлемде Is Matthew loyal favorite subject? Әлбетте loyal дегеніміз жергілікті, favorite сүйікті деген мағынаны білдіреді. Математика сен сүйікті пәнің бе? Is Matthew favorite subject? Ең соңғы сөйлем. Katie's granddad has got a white mustache hair on his face. Mustache дегеніміз мұрт, hair, шаш. Әлбетте біз mustache нұсқасын таңдаймыз. Яғни, Katie's granddad has got a white mustache on his face. Кетидің атасының
бетінде ақ мұрты бар. Сонымен 8-ші тапсырмаға көшейік. Describe your favorite film stars. Өзіңіздің сүйікті кино жұлдыздарын сипаттаңыз. Describe дегеніміз сипаттау. Мен Нұрлан Қоянбаевты мысалға алып жазып қойдым. Осы үлгі бойынша өзіңіздің сүйікті кино жұлдызыңызды сипаттасаңыз болады. Нұрлан Қоянбаев from Kazakhstan. He is 44 years old. He is short and thin with black hair and big eyes. Нұрлан Қоянбаев Қазақстаннан. Ол 44 жаста. Аласа бойлы, арық, қара шашты және үлкен көзді.